Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 14-ші сабақта біз мәтін және оның түрлері тақырыбын жалғастырамыз. 52-ші тапсырмада мәтінді оқы дейді. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды. Екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып мысықты босаттырды. Сосын бәріне іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы деп кейді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады. Фариза Оңғарсынова жазған екен. Енді тапсырма, мәтін не туралы, оның мазмұнын айт дейді. Мәтін сотқар балалар туралы, иә? Сотқар балалар екеуі мысықты қинайды, иә? Содан кейін әже айтады оларға, оны босатыңдар, жөні түзу бір адам болсаңдаршы деп. Жөні түзу деген қандай балалар екен? Адамгершілігі бар, қарапайым балалар екен. Енді мәтінге ат қой дейді. Мәтінге қандай ат қойсақ болады? Мәтінге сотқар балалар деген ат қоямыз. Одан кейін мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой жануарларға қиянат жасауға болмайды. Енді балалар нені дұрыс істемеді? Олардың әрекетіне өз пікіріңді жаз дейді. Балалар мысыққа қиянат жасады, иә? Керісінше жануарлар адамдардың қамқорына мұқтаж, сондықтан оларға қамқорлық таныту керек. 53-ші тапсырмада мақалдарды көркем жаз дейді, және мақалдардың мағынасын топта талқыла дейді. Дәптерлеріңе жақсылап әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала деп қатесіз жазып алыңдар. Бұл мақалдың мағынасын қалай түсінесіңдер? Мысалы, егерде әдепті, тәртіпті бала болса, ол жаман істерге бармайды, иә? Ал әдепсіз баланың ұяты болмайды дегенді білдіреді. Екінші, әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы дейді. Оны қалай түсінесіңдер? Егерде балаға дұрыс тәрбие берілмесе, ол айналасына зиянын тигізеді. Зиянды адамға қарағанда өз алдына түзу өсіп келе жатқан ағаштың пайдасы көбірек болады, иә? Осындай мағынада бұл мақал. Енді 54-ші тапсырмада сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құрағаның көркем мәтін екенін дәлелде дейді. Яғни көркем мәтін дегеніміз, біз білеміз, көркем мәтін ол әдеби тілде жазылу керек. Яғни бір әдеби кітаптан алып жазайық. Мысалы, Абай жолы деген кітаптан алсақ болады. Оқиғаның басталуы. Аттылар үлкен үйдің сыртына келіп тоқтады. Бұларды бір топ адам күтіп тұр екен. Бұл топқа қарай ауылдың үлкендері де жан-жақтан дабырлап, сөйлеп ағылып келе жатыр. Екінші, оның әрі қарай дамуы болу керек. Осы жиынға екі жолдасынан озып келіп түскен Абайдың атын біреу алып кете берді. Бала көп ішінен ең алдымен өзінің шешесін көріп қалды. Соған қарай жүре беріп еді, шешесі анандай жерде тұрып, "Ей шырағым балам, ар жағыңда әкең тұр, әкеңе сәлем бер" деді. Енді оқиғаның аяқталуы болу керек. Абай жалт қарады. Қонақ үйдің сыртында екі үлкен кісі мен әкесі Құнанбай тұр екен. Бала ыңғайсыздықпен қысылып, шешесінің айтқан сөзін мәнін ұқты да әкесіне қарай тез бұрылды. Көрдіңдер ғой, осындай көркем мәтіннің ішіндегі оқиғаның басталуы, өрбуі және аяқталуы болады. Енді 55-ші тапсырмада жоспар мен суреттердің көмегімен жанды табиғат, өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындал дейді. Бізге дайын жоспар құрып беріпті, жанды табиғаттың өлу себептері. Екіншісін өзіміз жазамыз. Қоршаған ортаға қамқорлық. Үшіншісі қоршаған орта біздің үйіміз. Енді не жазсақ болады? Мысалы, жанды табиғат дегеніміз ол бізді қоршаған ортадағы өсімдіктер мен ағаштар, аңдар мен жануарлар. Егер біз қоршаған ортаға қамқорлық танытпасақ, жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін. Жаңбыр жаумаған жаздың аптап ыстық күндерінде өсімдіктер мен ағаштарды суармасақ, олар қурайды. Ағаштардың басын паналап ұя салған құстар да қатты ыстықтан зардап шегеді. Ормандарда өрт пайда болғанда дер кезінде өшірілмесе, аңдар мен құстарға үлкен қауіп төнеді. Қазіргі таңда қоршаған ортаны қорғау үшін түрлі шаралар жасалып жатыр. Мысалы, аңдар мен құстарды, өсімдіктерді қорғайтын қорықтар соның кепілі. Қоршаған орта біздің үйіміз. Егер табиғат бұзылса, адамзатқа да үлкен зиян келеді. Сондықтан өз үйімізге қалай қамқорлық танытсақ, табиғатты аялауға да солай ниеттенуіміз керек.